Қайырлы күн, құрметті оқырмандар және әлеуметтік желі қолданушылары. Иван Шухов атындағы орталық қалалық кітапхана әдебиеттің қаймағайдарын жалғастырады. Бүгін сіздердің назарларыңызға Қыз жібек кітабын ұсынамыз. Қыз жібек қазақтың ең көне мұраларының бірі. Лиро-эпостық дастан. Қыз жібек жыры аңыз емес, тарихи оқиға. Кейіпкерлері өмірде болған адамдар. Жырдың негізгі кейіпкерлері Төлеген мен Жібек, бірін-бірі шын сүйген ғашықтар. Бірақ әке батасынан аттап кеткен Төлегеннің өлімі мен Жібектің қайғылы тағдыры талай жанарларға жас үйітпей қоймайды. Жібек бейнесі сұлулық пен әсемдіктің нышаны, қазақ халқының мақтанышы, рухани ескерткіші. Жібек лиро-эпостық жыр, шамамен 17 ғасырда жазылған. Жыр нұсқалары арасында айырмашылық аз. 1880 жылы Мұсабай ақыннан жазып алып, мазмұны орысшаға аударылған. 1894 жылы Қазанда басылған. 1900, 1903, 1905, 1909, 1911 жылдары қазақ тілінде жарияланған. Қыз жібек жыры 2 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімінде Төлегеннің Жібекке үйленуі әңгімеленсе, екінші бөлімінде Жібектің Сансызбаймен қосылғаны баяндалады. 2 бөлім 2 түрлі оқиға жырлайды. Бірақ сюжет біреуі, жігіттің үйленуі. Қыз жібек эпосын махаббат гимні деудің әбден жөні бар. Оның нағыз көркем туындыға айналуы жүріп жатқан кезде, яғни 16-17 ғасырларда қазақ қоғамында жеке бастың, сезімнің, бостандықтың, махаббат еркіндігі туралы мәселе мұндай деңгейде ашық айтыла бермеген. Ескі рулық заманның неке мен отбасында қатысты еже қабыл, қалыңмал, көп әйел алу, әмеңгерлік сияқты салттар үстем болған. Төлегеннің Жібектің өзіне лайық жар іздеуі, сүйіспеншілікпен үйленуі, ол сол кезеңдегі жастардың ойында көкірегінде жүрген арманын, мұңын, тілегін аңғартады. Жырдың ел арасында кең таралғанның бір себебі осы. Ал ендеше құрметті оқырман, назарларыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.